Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерменен өзімнің бағдарламам бойынша ой бөліскелі отырмын. Менің бағдарламамның тақырыбы негізінде анатомия және физиология медицина ғылымының негізі. 8 сыныпқа арналған аптасына бір рет, жалпы 34 сағат. Бағдарлама 8 сыныптың программасына сай жасалынған. Қазіргі кезде техника мен медицина қарқынды дамыған заман. Жансия көрмей қалды ғой. Медицинаның білім беру саласында анатомия мен физиология ғылымы ерекше орын алады. Тағы да сәлеметсіздер ме? Өзімнің бағдарламам бойынша сіздермен бөліскім келіп отыр, ой бөлісіп, пікір алысқым келіп отыр. Менің жалпы бағдарламам анатомия және физиология медицина ғылымының негізі. 8 сыныпқа арналған, аптасына 1 сағат, жалпы 34 сағат. Қазіргі кезде техника мен медицинаның қарқынды дамыған заманы. Медицинаның білім беру саласында анатомия және физиология ғылымы жалпы ерекше орын алады. Себебі адам анатомиясы мен физиологиясы барлық медицина ғылымының түбегейлі негізін қалайды. Ал адам жалпы ағзалық дүниенің тарихи дамуының жемісі. Анатомия және физиология сол бір ғана объектіні тірі жанның құрылымын деп есептеледі. Басынан медицина адам өміріндегі алатын орнын бағалау, медицина туралы көптеген мәліметтер беруден бастап, осы ой пікір, ұстанымдар, өнегелі сөздерді қолдана отырып, бұл бағдарламада біз ой бөлісеміз. Жалпы оқушы бойындағы мүмкіндіктерін барынша ашуға, қабілет және интеллекті байытуға анатомия мен физиология ғылымының жұмыс істеуге үйрету. Зертханалық жұмыстарды жүргізу үшін қажетті дағдыларды нығайту. Оқушылардың медицина ғылымының негізін мәселелер жөнінде бағдар алуына жағдай жасау, оқушыға ой салу. Жалпы бұл биология 7 сыныптан басталады. 7 сыныпта бастау алған мен 8 сыныпта адам анатомиясы мен физиологиясы жөнінде толығырақ мәлімет берілген. Әрбір сыныпта тарау бойынша алған білімдерін осы бағдарлама арқылы толықтырып отырады деген сенімдемін. Кейбір сабақтарда бөлім бойынша айтылатын көп мәселелер қалып қояды сағаттың аз болуынан. Сол кезде бұл қосымша көптеген мәліметтер осы бағдарламадан балаларға түсіндіруге болады. Бірінші, жалпы кіріспе барлық жағдайда біз кіріспені бастаймыз. Анатомия мен физиология жайлы, даму тарихы жайлы зерттеу әдістері туралы түсінік беріледі. Жалпы ең бірінші цитология ғылымы. Біз жалпы барлық тірі ағзалар мүшелері білеміз жасушадан тұратындығы. Сондықтан бұл бағдарламамда ең бірінші цитология ғылымынан бастап 2 сағат бердім. Онда бірінші цитология ғылым міндеттері, әдістері, ғылымның салалары, медицина үшін маңызы кетеді де, екінші жалпы жасушалар атқаратын қызметі, құрылысы, шығу тегіне қарай топтасып ұлпаны түсетін білеміз. Яғни ұлпалардың түрлері, қызметі, цитология ғылымы нені зерттейді, соның барлығын түсіндіріп өтемін. Бірінші сол бөлімде сол жайлы айтылады. Екінші бөлімде тірек қимыл жүйесі, білесіздер, адамның қаңқасы, тірегі, қимылы, бұлшықеттері, міне осыны екінші, үшінші бөлім бойынша осыларды айтып өту дұрыс деп есептеймін. Адамның сүйегінің құрамы, құрылысы, химиялық құрамы, олардың бір-бірімен байланысы, бұлардың барлығын
балалар оқып, үйреніп, тәжірибе жасау арқылы ойларын толықтырады. Бұл жігіттерде де 3 сағатқа берілген, 2 сағатта бұл жігіттердің құрылысы мен қызметі, маңыздылығы айтылады, және тәжірибе арқылы бұл жігіттердің қажуын анықтайды. Ары қарай, ішкі мүшелер, ол ас қорытуды 3 сағатқа бердім. 3 сағатта, бірінші, екінші сағатында жалпы құрылысы, қызметі жайлы және өмірмен байланыстыра отырып, көптеген мәліметтерді бере отырып, 2 сағатын өткіземін. Одан кейін үшіншіде олардың тәжірибе арқылы бұлшықеттерінің ас қорытудың сілекей құрамындағы ферменттерді анықтауда үшінші практикалық жұмыс арқылы беріліп отырылады. Одан кейін бұларда тыныс алу менен зәр шығаруында бөлімде. Тыныс алу 3 сағатта, зәр шығару да 3 сағатқа берілген. Әдеттегідей 2 сағатта түсіндіру, құрылысы, қызметі жағынан бәрін түсіндіріп айтып өтіп, үшіншісінде практикалық жұмыс тыныс алу жүйесімен таныстыру. Ол арқылы тыныс алуды. Келесі. Енді жоқ, Жансая жаңағы 5-6 зәр шығаруды. Зәр шығару жүйесінде. Енді қазір кезде адамның жалпы мүшесіндегі артық өнімдерді, соңғы өнімдерді шығаратын мүшелер жайлы айтылып өткен кезде, міндетті түрде бірінші жаңағы тыныс алудағы өкпені, одан кейін теріні, зәр шығару бүйрек, ас қорыту жүйесіндегі ішектер, бұның барлығын айтып өту дұрыс деп ойлаймын. Балаларға айтып, түсіндіріп, барлық жағдайда өмірмен байланыстырып отырамын. Әрқайсының 34 сағаттан 34 өзінің тымыршысы бар, қысқартылған жалпы өзінің жоспары әрқайсында. Онда бұл сабақтарда не айтылады, қосымша қандай мәліметтер беріледі, және практикада біз не қолданамыз, соның барлығы айтылған. Жалпы балалардың алған білімін өмірде қолдана білуіне мүмкіндік беруіміз керек. Өйткені ол алған білімін өмірде қолдана білу керек бала. Келесі сезім мүшелерінде, ол сезім мүшелеріне әрине көз, құлақ, мұрын, тіл, тері, бұларда өзіміздің 8-ші сыныпта программада берілген, бірақ бұл жерде көбінесе қосымша мәлімет, өмірден алынған, өмірмен байланыстыра отырып, қосымша мәліметтер беріледі. Рецепторлар, анализаторлар жайлы, және сезім мүшелерінің құрылысы жағынан практикалық жұмыс беріледі. Зат алмасуда әрине заттар мен 3 сағат берілген, 2 сағатты түсіндіру, әңгімелесу, және слайдтар арқылы барлығын меңгеру, соңғы 1 сағатта практикалық жұмыс. Дәрумендердің маңызын білу. Біздің жаңағы зат алмасуда барлық сыртқы ортадан керек затымызды алып, керек заттар сыртқа шығарып отырады. Ол жағдайда әрине міндетті түрде бізге ағзамыздың дұрыс өсіп жетілуіне, барлық мүшелеріміздің жұмысы дұрыс атқарылуына себепші дәрумендер. Дәрумендер жайлы міндетті түрде айтылып кетілу керек екен. Қорыта айтқанда, бұл менің бағдарламам анатомия және физиология медицина ғылымының негізі тақырыбы бойынша менің бағдарламамда осы әрбір сағат берілген сағаттағы сабақ бойынша, жоспар бойынша берілген сағатымыздың кейбір олқылықтар, оқушылардың түсінбей қалған жерлері, немесе өмірмен байланыстыру, өмірде дұрыс қолдана білу жағынан көп мәліметтер алып,
балалар өздері мына өмірде қолдана алады деген мақсатпенен мен осы бағдарламамды алып сіздермен міне бөлісіп жатырмын. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Күндеріңізге сәттілік тілеймін.